Альмира Шах мырза мен Мұса жайлы айтып тастады. Альмира ханым әлеуметтік желіде соңғы оқиғаларға байланысты сұрақтарға жауап берді. Жалпы эфир сыртында бізге ренжитін адамдар болсын, мен айта кетейін. Мен өзім қалаулымнан шыққанмын. Шахкері мырза кезінде шыққам. Мен осы күнге дейін олар туралы бір жаман сөз айтқан емеспін. Жамандаған емеспін. Жамандайтын нәрсе емес. Ештеңе жоқ, өйткені біздің арамыз өте жақсы қарым қатынаста қалған. Тек қана белгілі бір дүниелермен жиі араласпайтын шығармыз, деді Альмира Асхат қызы. Альмира сонымен қатар қазір басқа бағдарламаларда жұмыс жасаймыз. Атак менің сыйластығым әлі де бар. Ол кісілерге және де көрген жерде сәлеміміз түзу деп айталамын. Мен ешкімді олар туралы жаман сөз айтқым келмейді. Өйткені мен сол жақтан шықтым. Мен сол жақтан Альмира болдым. Мен сол жақтан, шүкір Алла, сол жақтың арқасында осындай жұмыс істеп жатырмын. 5 жыл болды, иә, деп бар ақиқатты айтты Альмира ханым. Сол жұмыстың арқасында жолдасымды таптым. Сол үшін мен ешкімге ренжімеймін. Сондай-ақ Альмира ханым су ішкен құдыққа түкірген экс-қатысушылар жайлы жайып салды. Одан кейін жұрттар сияқты су ішкен құдығыма ешқашан түкірмеймін. Ал просто сондай адамдар бар, өзі үшін пайдасын асырады. Өзі үшін пайдасын алады. Тұншыққаннан кейін болмайтын бірдеңелерді айтып, болмайтын реніштерді айтып, қыздар болса ладно. Қыз бала эмоционалды ғой, кейбір еркектер естіген кезде кішкене таң қалатыным бар. Әйтпесе мен барлық қатысушылар мен сыйластықтамыз. Бетімізге келгенде ешқайсысы ештеңе демейді. Тек қана Инстаграм осындай камера қосылған кезде сөйлейтіндер болмаса. Атак ешкім ештеңе демейді өмірде. Мен әйтпесе ешқайсын өмірде, сол қосылайық болмаса да, былайда өмірде сыйластығым түзу. Просто олар эфир үшін болмайтын бір өздері айтып алған әңгіме үшін ренжіп жаңағы. Осы мәлімдеме жалпылама жалғыз бір адамға арналған жоқ. Ал ренжіп жүрген адамдар бар ма, сәлем айтыңыздар. Кім ренжіп жүр тағы? Бетке ренжіп тоңын өртеп жүрген болса, жекеме жазсын. Жекеме звондасын. Лично маған ренжіп жүрсе. Осылайқа ренжіді деген сөз. Ол біздің әр қандай редактордың өзіндік жекесіне деп ойлаймын. Мені ренжітіп кеткен қаншама адам болды. Бірақ мен олардың бәрін жазып, мен мынаған ренжідім. Ана бір сұхбатқа барып біреуді жамандап біреуді. Никогда, өйткені мен кейбір еркектерде жоқ қасиет қыз болсам да менде бар, деді Альмира ханым.